Selam dostlar, senin birlikte Façına bugün video hoş geldiniz dostlar. Bugün videoda biz aldığım bölümde sağlatılan bu son şovдағы үйімізді жалғастыратын боламыз достар. Biz қазір пока екінші этаж салмай тұрып, мына жақтан екінші комната жасаймын деп шештім достар. Сондықтан қазір жалғастыратын боламыз. Так, осылай 6 блокқа жылжыдық. Так, осылай 7 блок қойсақ. Так, 8 блок қойсақ достар. Так, осылай. Так, мына жерде осылай дұрыстау керек достар. Так, пока нормально келеді достар. Так, мына жерде дұрыстау керек осылай. Так, осылай қылсақ. Және осылай өндіршіміз. Так, мына жерден алып қойып келейік бірден. Так, осылай жалғастырамыз. Так, мына жақта нормально. Мына жақта екінші бөлме. Так, осылай қоя береміз достар.
Так, достор, бірінші этажымыз нормально шыққан секілді. Сендерге қалай болып жатқанын комментарийге жазып кетіңдер, достар. Және достар, видео бір күнге кеш шыққан үшін кешірім сұраймын. Так, бізде қазір осы үйіміз салып үлгерсек, келесі видеода достар осы үйіміздің үшін қай жер кухня, қай жер не екенін қойып шығатын боламыз, достар. Так, мына жерді ашамыз. Так, достар, екінші этажды қалай салсақ болады екен? Так, мына жақтан былай қойсақ па екен, былай ма, достар? Так, дәл солай кете берейік. Так, достар, бізде мына жер қызық пайда болған секілді, себебі мына жерде ағаштардың жартысы жоқ екен. Және достар, келесі видео тезірек шықсын десеңдер 15 лайк жинап кетейік осы видеоға. Егер сендерге видео ұнап жатқан болса, достар, дәл қазір лайк басып комментарий жазып отырайық және каналға тіркеліп кетейік, достар. Бұл каналда мен сендерге арнап өте қызықты видеолар салатын боламын, достар. Так, мына жер тағы да осылай істесек. Так, осылай тұрған дұрыс па екен, достар, әлде былай ма? Былай тұрса дұрыс емес секілді, достар. Сондықтан осылай қоя берейік. Так, осылай болды, достар. Бітірейін деп қалдық үйді. Келесі видеода сосын ішіне заттарымызды әкеліп қоятын боламыз.
Былайынан болса, достор, бір түрлі болып қалады екен. Сол үшін осылай кете берейік. Так, осылай до конца жауып тастаймыз төбені. Так, осылай қойсақ. Так, осылай тұрған дұрыс секілді. Осылай дұрыс. Енді мынаның бәрін төбесін жауып шығайық. Так, жоқ достар. Біз бұл блокпен емес, мынаны жауып көрейік. Так, слишком темный болып қалды, достар. Тым қатты так, достар, менде жаңа дұрыс істемей қалды микрофон. Тым қатты қараңғылау болып қалған секілді. Темный цвет болып қалды слишком. Сондықтан осындай светлый дубпен жауа береміз, достар. Березовыймен. Так, осылай жауып шығайық бәрін. Достар, видеода артық дауыстар шығып жатса мән бермеңдер. Себебі қазір түнгі уақыт болғандықтан әртүрлі дыбыстар шығады. Так, енді екінші этажымыз толығымен жаба берсек болады.
Так достар, егер сендерге видео ұнап жатқан болса, комментарийге өздерің ойларыңды жаза кетіңдер, және 3-ші қабатқа мына шетін алып тастап демалатын орын жасайын ба, сол туралы жазып кетіңдер достар. Так достар, осындай түспен қоя берейік терезелеріміз. Бізге қатты көп терезе керек емес, сондықтан кішкене азайтып жіберейік. Осылай кішкене ғана істеп қойсақ болады. Қатты үлкен терезелер керек емес бізге. Достар, қай бөлмені не қылып жасайын, сол туралы жазсаңдар болады. Мысалы, мына жақты сендер спальня бөлме қыл десеңдер, сөйтіп істеуге болады. Немесе кухня жасауымызға да болады. Өздерің ойларын жаза кетіңдер. Мен өзіме ұнаған идеяларды жазып, бәрін оқып, сендердің идеяларын қолданамын достар. Өз идеяларың туралы жазып отырсаңдар болады. Так достар, мына есікті что-то дұрыс келмей жатыр. Мына есікті қойған дұрыс па екен достар, әлде мынау дұрыс па екен? Так, мынау слишком біртүрлі болып қалды енді достар. Түсі ұйқаспай қалды ма осындай бірдеңе. Ал мынау жақсы келіп тұр, кәдімгі простой стиль. Мына жаққа бір терезені істеп қояйық осылай. Так, жоқ достар, біртүрлі болып қалады екен. Терезелер алып тастай салайық. Так, енді екінші қабатқа дәл солай терезелерімізді істеп шығамыз.
Так достар, мен нешке кішігірім балкон істеймін деп шештім. Так, оны қандай түстен істесек болады достар? Жоқ достар, бізге тым үлкен керек емес, осындай жасайық. Осындай кішігірім балкон болады бізге достар. Так, осылай. Осындай кішігірім балкон болады достар. Так, осындай балкон болатын секілді достар. Мына іштен кішігірім есікпен ғана қойып қояйық осындай. Так, үйдің ішіне осындай есік қойсақ па екен әлде? Әлде осындай бирюзовый есік қойсақ па екен достар? Так, мына спальный бөлме қыламын деп шештім достар. Бізге қазір мына жеттен төбеге көтерілетін лестница керек. Так, мына жақтан қазір біз өзімізге лестница алайық достар. Так, достар, что-то дұрыс істелінбей жатыр. Так, болды. Достар, осылай істесек нормально. Бірақ мына тереземізді алып тастаған дұрыс секілді. Мына терезе тұра берсін достар.
шетке кәдімгі осындай есік қоя салайық достар. Өзіміздің бөлмемізге шынымен осындай қоя салған дұрыс секілді достар. Осы есік дұрыс, себебі мынау слишком тым қатты ашық достар. Так, мына шеттен мына қоршап қойған дұрыс па екен достар? Так, лестницаны мына шеттен бастайық достар. Және мына шетті осылай қояйық. Ал қалғанын осылай қоршап тастай саламыз достар. Так, мына шетті осылай қояйық. Және мына шетті уже осылай қойсақ. Достар, енді нормально болды. Так, достар, біздің жасалынған үйіміз іші осындай. Мына жерде бізде балкон. Осындай кішігірім балконымыз бар. Және бірінші қабатта осындай бос бір бөлме бар. Және сыртынан осындай достар. Ал бүгінгі видеоны достар осы жерден аяқтайтын шығармын. Сендерге бүгінгі видео ұнаған болса достар, лайк басып комментарий жазып кетейік. Және каналға тіркеліп қоңырау шырылын басуды ұмытпайық. Ал сендермен мен Фатина, және сау болыңдар достар.